Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Таразы белгісіндегі жандарға апталық болжам. 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығына. Аптаға маңызды әсер беретін жағдай бізде девятка жезл және императрица. Бір жұмысыңыз, бір ісіңіз жүзеге аспай, көптен бері уайымдап жүрген бір ісіңізді қолға алатын сияқтысыз осы апта. Және де соны кішкене уайымдап, жаңағы келе ма, келмей ма, қолымнан жасап кете ма деген сияқты кішкене уайымдар болуы мүмкін. Бірақ жұмысыңыз іске асады, жезл жаңағы болашағы бар, жаңағы жасайсыз, қолыңыздан келеді дегім келеді, бәрі жақсы болады. Және де денсаулыққа көбірек мән беріңіз, кішкене басыңыз ауырып, денсаулық жағынан кішкене минустар болуы мүмкін. Императрица, старший аркан, өзіңізге бір бағалы сыйлық алу, немесе бағалы сыйлық біреуден алу, немесе өзіңіз сатып аласыз. Және де екінші жартыңызбен отношенияның жақсы болатын уақыты. Отбасын құрмаған жандар үшін екінші жартысын кездестіру, отбасын құру деген сияқты өмірінде кардинал өзгерістер орын алады. Және де аяғыңыздың ауыр екенін білуіңіз мүмкін, немесе жақындарыңыздың бірінің аяғының ауыр екенін естуіңіз мүмкін. Босанайын деп жүр отырған жандарға айтарым, осы аптаның көлемінде босануларыңыз да мүмкін, әбден мүмкін. Аптаға орын алатын жағдай аптаның басында таразылар үшін девятка пентакль. Девятка пентакль аптаның басында пополнение, жаңағы босанайын деп отырсаңыздар, аптаның басында босануы мүмкін. Немесе аптаның басында аяғыңыз ауыр екенін білуіңіз мүмкін. Және де пополнение бұл ақша жағынан аптаның басы сіз үшін өте жақсы уақыт болмаған. Ақшаға байланысты мәселелерді шешуге, бір істі бастап кетуге, вложение салуға, кредит оформить етуге жақсы уақыт аптаның басы. Және де четверка жезл, тойға бару, жаңағы үйге байланысты бір мәселелерді шешу, екінші жартыңызбен кездесуге бару, қыдыру, бір коллектив арасында, жақындарыңызбен той-томалақ. Аптаның ортасы паж мечей, король пентаклей. Бір аптаның көлемінде бір қаржыға байланысты үлкен мәселені шешесіз, себебі пентакль картаңызда көп. Және де мечей бұл іс біраздан бері өзіңізге уайым болып жүр. Осы апта бұрынғыдан да бір қатты уайымдап, шешіле ма осы ісім. Мысалы, жұмыс бастайын деп жатсаңыз, жұмысқа орналасайын деп жатсаңыз, бір маңызды бір кездесу болса, соны қатты уайымдауыңыз мүмкін. Бірақ барлығы жақсы болады, көп уайымдай бермеңіз, бұл денсаулығыңызға да кері әсерін беруі мүмкін. Король пентакль қаржыға байланысты бір үлкен мәселеңіз шешіледі, арқаңыздан жүк түскенде сезімде боласыз. Дурак, старший аркан, нулевая карта. Аптаның аяғында ойламаған жерден бір жаңа бастама бастап кету, ойламаған жерден бір шешім қабылдау. Даже сіз ойланбайсыз да бір жеңіл, ладно деп бір жеңіл шешім қабылдай саласыз. Кішкене алаңға сарыландан абай болыңыз, каждый шешімді асықпай ойланып қабылдауға тырысыңыз. Жаңа бастама бастайын деп отырсаңыз, кішкене терең ойлануға тырысқаныңыз жөн. Десятка мечей, кішкене сол жаңағы жеңіл ойланудың кесірінен қате шешім қабылдап қойыңыз мүмкін, соны уайымдауыңыз мүмкін. Девятка мечей, адамның ішкі қорқынышы, уайымы. Көп уайымдай бермеңіз. Жаңағы бір осы аптаның көлемінде бір мәселені шешу үшін, жаңағы бір істі бастау үшін қолға алсаңыз, жақсы болады барлығы, бірақ кішкене уақыт керек. Бірақ оны уайымдап, бұл проблеманы шешілмейді деп өз-өзіңізді сары уайымға салмаңыз. Кішкене уақыт керек. Сондықтан көп уайымдап, денсаулығыңызға кері әсерін бермегеніңіз жөн. Осымен апталық кеңестеріңіз аяқталды. Келесі аптада аман есен кездескенше лайк басып, комментарий жазып, бағалап кетіңіздер.